Армысыздар, құрметті телекөрермен, эфирде елге қызмет бағдарламасы тізгінде мен Клара Шербайқызы. 2023 жылдың 20 сәуірінде Қазақстан Республикасы әлеуметтік кодексі қабылданып, ол 1 шілдеден бастап заңды күшіне енді. Осы ретте Мақтаарал ауданы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасы әлеуметтік кодексінің қолданысқа енгізілуіне байланысты өткен жылдың 1 шілдесінен бастап өз жұмысын тоқтатып, ол еңбек мобильділік орталығының филиалы болып табылатын Мансап орталығы болып қайта құрылды. Мақтаарал аудандық Мансап орталығының басшысы Мұхтар Дүйсебайұлы жаңа құрылған орталықтың негізгі мақсаты өңірдегі жұмыспен қамту саясатын жүйелі дамыту болып табылады дейді. Біздің барлық мемлекеттің жұмысы әрине президенттің жолымен, президенттің жолдауларымен негізінде болады. Біздің әлеуметтік салада әрине сол біздің құжатқа сәйкес жұмыс істейміз. Және де өте үлкен құжат 2023 жылы 20 апрельде президент қол қойды, парламентіміз жаңа әлеуметтік кодекс қабылданды. Бұл әлеуметтік кодекс қабылданған негізінде біздің мекемеде трансформацияланды. Ауданның құзыретін біз облыстың басшылығына өттік. Облыста жаңа мекеме құрылып, облыс әкімшілігінің алдынан біз сол мекеменің филиалы болып, аудандарда Мансап орталығы болып қалдық. Президенттің 23 жылда осы әлеуметтік салаға 7-ші шақырым депутаттары әлеуметтік кодекс қабылданғаннан кейін бұл өте көп өзгерістер болды. Себебі бізде әлеуметтік саланың мамандары біледі, халық та біледі. Бұл әлеуметтік саладағы жұмыстар өте көп нормативті актілерге, яғни бір 10 заңға сонымен сәйкес жұмыс істейтін еді. Ол заңдар бір-біріне кейбір жерлер тура келмейтін еді. Оған тиісті және де министрліктен нормативтік актілер шығатын еді. Ал қазір бәрі өте жақсы болды. Әлеуметтік кодекс қабылданды. Әлеуметтік кодекс таза бір рет айтайын, 1 шілдеден бастап жұмысына кірді. Соған сәйкес біз жұмыс істеп жатырмыз. Қазіргі уақытта аталған орталық жұмыспен қамтуға жәрдемдесу, ерікті түрде қоныс аудару, атаулы әлеуметтік көмек тағайындау бойынша көрсетілетін қызметтердің барлық спектрі сақталған және оларды көрсету осы мекенжай бойынша іске асырылуда. Ауданымызда 21-25 жылдары арналған кәсіптік дамыту жөніндегі ұлттық жобасы бойынша 24 жылдың 1 қаңтарына дейін 9377 адамға жұмыспен қамту шаралар көрсетілген болса, оның ішінде жұмыстың жоспарына сәйкес 4128-і деректер қорындағы бос жұмыс орындарына, 575-і әлеуметтік жұмыс орындарына, 708-і жастар практикасына, 1744-і қоғамдық жұмыс орындарына, 192-і алғашқы жұмыс орнында, 200-і күміс жас жобасы бойынша жұмысқа тартылды. 56 адам қысқа мерзімді оқу орындарына, 307-і еңбек платформасының Skills жүйесінде сұранысқа ие дағдылар бойынша онлайн оқуға жолданған. 1306 адам еңбек KZ электронды порталының бизнес еңбек платформасында арқылы бастау бизнес жобасы шеңберінде кәсіпкерлік негізінде онлайн оқыған. 110 адам жаңа бизнес идеяларды асыруға 400 айлық есептік көрсеткіш көлемінде мемлекеттік грант алған. Жалпы қамтылғандардың ішінде 1870 адам аз қамтылған отбасылар мүшелерінен. 2021-2025 жылдары кәсіптік дамыту жөніндегі ұлттық жобасы 10 міндетті көздейді. Оның үшеуі халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесуге бағытталған. Бұл бойынша ауданда 2024 жылдың 1 қаңтарына дейін 9370 адамға жұмыспен қамту шаралары көрсетілген. Жұмыспен қамту шараларын, соның ішінде сіздің айтып атқан, бұларды әлеуметтік кодекске сай жұмыспен қамту белсенді шаралар деп аталады. Бұл атаулы әлеуметтік жұмыс орындары, қоғамдық жұмыс орындары, жастар практикасы, алғашқы жұмыс орны және де күміс жас жобасы бойынша. Бұл жұмыстардың барлығы басталды жылдың басынан бері. Мекемелер заявкасын беріп отыр бізге, онлайн түрде заявкасын береді. Бірақ кварталына бір рет қана, бұл республикалық база, кварталына бір ай ғана ашық болып тұрады. Яғни қаңтар айында жұмыс істеді. Қазір ақпан, март айы, наурыз айы
тоқтап тұрады. Ертең сәуір айынан портал ашылып, заявкаларды қабылдап бастайды. Сол кезде біз көп орындарды жібереміз деп ойлаймын. Қызмет көрсету жүйесін одан әрі дамытудың тағы бір маңызды тетігін жұмыспен қамту саласындағы барлық қызмет пен қолдау іс-шараларын толық цифрландыру болып отыр. Цифрлық жұмыспен қамту орталықтары жұмыс іздеушілер мен жұмыс берушілер арасындағы қарым-қатынастарды және бизнес үдерісін түбегейлі өзгертіп, оларды онлайн режимге ауыстыруға мүмкіндік береді. Биылғы екі осы мансап орталығының жұмыс барысында өткен жылға қарағанда қандай да бір заңдылық өзгерістер орын алып жатыр ма? Бірінші жаңағы атап өтетіндей жұмыспен қамту белсенді шараларына бізге жіберу сәл қиын болып тұр. Бұл база жабылып тұр. Қаңтар айында жіберген мекемелер ғана жіберді. Ол былай айтқанда жалпы біздің жоспарымыздың бір 30%-ын ғана қазір қамтып тұрмыз. Сәуір айында өте көп жұмыс болатын сияқты, ол бір. Екінші, біздің мына ауданымыздың өңір басшысының тапсырмасына сәйкес, ауданымыздың басшысының біздің әлеуметтік салаға, әкімдерге, тиісті бөлімге берген тапсырмасына сәйкес, біз мына атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасылардың, яғни кедейлік шеңберінен біз шығу керекпіз, азайту керекпіз. Облысымыз бойынша бұл 5%. Біздің ауданымыз 23 жылдың қорытындысымен 12% болып тұрмыз. Жылдың аяғына шейін біз осы нені облыстың тапсырмасына сәйкес біз 7%-ға жеткізуіміз керек. Осы бағытта көп жұмыстар жүріп жатыр. Қоғамдағы өмір сүріп жатқан әрбір адам міндетті түрде мемлекеттік қызметтермен тығыз байланыс жасайды. Осы ретте аталған мекемеде 47 жұмысшы болса, ондағы мемлекеттік қызметшілердің білім-білік дәрежесін арттырып, оларды ұдайы тестілеуден өткізу жыл сайын назардан тыс қалған емес. Біздің мекемеде 47 жұмысшы бар. Оның бірнеше декреттік отпускта, еңбек демалысында да бар. Әр округымызда бір ассистент бар. Оның да қазір бір-екеуі жұмыстан шыққаннан кейін орындары бос болып тұр. 8 ассистентіміз бар, бір консультант және қалғандар мамандарымыз бар. Мекемеміз ауданның орталығында орналасқан. Әрине ауданның қорында ғимарат болмаған екен, біз қазір арендада отырмыз, жеке меншік бір кәсіпкермен шартта отырып, келешекте бір ғимарат салынып сол жерге көшеміз деген ойымыз бар. Жоспар бойынша биыл барып оқиды. Бір апта, бір жұма, екі жұма әр маман, әр басшы барып, өзі басқарманың жобасы бар, бірақ біздің қолымызға берген жоқ. Жылдың аяғына шейін әр маман міндетті түрде барып оқып келеді, емтихан тапсырады. Одан бөлек мен өзім бөлім басшыларымен бірге сұрақ дайындап, солармен кодекс бойынша, басқа да бағдарламалар бойынша сұрақ жауап алып, күнделікті мамандарды дайын. 10 күн алдын басқарма басшысымен біздің еңбек мобильді орталығының басшысы келіп, алдын хабарлағандай, біздің мамандардан, атаулы әлеуметтік көмек көрсететін мамандардан, консультанттан, ассистенттен, бөлім басшысынан және де ауыл округтерінің әкімдерімен ауыл округтарындағы әлеуметтік сала бойынша мамандардан тест қабылдап алып кетті. Бұның қорытындысы әлі шыққан жоқ. Бұл да жалпы біздің басқарманың басшысының көңіл беріп отқан орны біздің аудандарға, Мақтаарал, Жетісай ауданында атаулы әлеуметтік көмектің тағайындау жағынан заңдылығын қатаң сақтап, тек тиісті мұқтаж отбасыларына ғана осы бағдарламаға сай жұмыс істеуін ғана. Осындай жұмыстар атқарылып жатыр. Қандай да бір жұмысқа орналасу үшін уақытты талап ететін сансыз құжаттар қажет болады. Қажетті құжаттар бойынша оңтайлы қызмет алу үшін орталықта өзіне өзі қызмет көрсету бұрыштары қарастырылған. Үлкен залымыз бар. Залдың сол жағында компьютер тұр. Сол жерде өзі жұмыспен қандай да жұмыссыз болып тіркеле ма, басқа құжаттар алу үшін сол жерде компьютерден өзі адам өзін жаңа қамти алады. Және де әрине біздің мамандарымыз жалпы залда отырады. Бөлім басшылары да әрине залда жүреді.
мен есігім ашық келген ауданның тұрғындарына кеңес беріп жәрдем бере аламыз. Осылайша Мансап орталығы жаңа кодекс негізінде адам туғаннан кәмелетке толғанға дейінгі әлеуметтік қолдау, еңбекке қабілетті жастағы жұмыспен қамту, еңбек қауіпсіздігі, әлеуметтік сақтандыру іс-шаралары, өмірлік қиын жағдай туындаған кезеңдегі әлеуметтік көмек, сондай-ақ жасы ұлғайған шақтағы қолдаулар бойынша жұмыс атқарады. Бағдарламамыз осымен аяқталды. Аман сау болыңыздар.